Сәлем достар, бүгін облепиха жемісінен пайдалы шай дайындаймыз. Құрамында дәрумендері көп болғандықтан иммундық жүйені күшейтіп, тұмауға, яғни суық тигенге қарсы тұрады. Ендеше видеоны соңына дейін мұқият қарап, осы пайдалы шайды менімен бірге сіздер де дайындап көріңіздер. Шайды дайындау үшін бізге апельсин, лимон, имбир, облепиха жемісі және дәмдеуіштер керек болады. Алдымен осы азықтардың барлығын езіп алуымыз керек. Сондықтан блендердің көмегімен езу үшін жуып тазалап алған облепиха жемісінен бастап блендерге саламыз. Апельсиннің сыртқы қабығын теркадан өткізіп, оны да блендерге саламыз. Теркадан өткізілген апельсиннің ортасындағы ақ қабықшаларын қолымызбен аршып, оны екіге бөліп, әуелі ұзыншалап тураймыз, кейін ортасынан кесіп блендерге саламыз. Достар, рецепттің толық құрамы мен мөлшерін сипаттама бөлімнен көре аласыздар. Келесі кезекте имбирдің сыртқы қабығын аршып аламыз және ұсақтап турап блендерге саламыз. Артынан қалампыр дәмдеуішін саламыз және корица ұнтағынан 1 шай қасық саламыз. Лимонның қабығын аршып 4-ке бөліп саламыз. Енді блендерге салған азықтардың барлығын жақсылап езіп аламыз. Одан кейін әртүрлі формаларға салып, бетіне розмарин дәмдеуішін сеуіп, мұздатқышқа қойып қатырамыз. Кейін керек кезде шетінен алып пайдалана береміз. Қатқаннан кейін формадан осылай шешіп алып, бір ыдысқа жинап мұздатқышта сақтаймыз. Бұл облепиха қатырмасынан шай дайындаған кезде үстіне қайнап тұрған ыстық суды бірден құюға болмайды. Сәл суы басылған соң құюымыз керек. Мен шәйнегім қайнағаннан соң 5-10 минуттан кейін барып шай дайындадым. Пәрнекке қайнаған суды құйып, үстіне дайын облепиха қатырмасынан 1-2 данасын салып, араластырамыз. Және күнбағыс балы мен жантақ балын салып араластырдым. Сіздер кез келген балды салсаңыздар болады. Қақпағын жауып 10-15 минут қоя тұрамыз. Міне енді облепиха шайымыз дайын болды. Шайларыңыз дәмді болсын. Рецепт ұнаса арнаға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Айнұр, баршаңызға сәттілік.